Екі топта жұмысты тоқтатып, орнымызды бірінші олқылықтарды анықтаймыз. Тыңдайық, бір-бірімізді тыңдап берейік. Кім сөйлейді топтан? Енді біз кітап түрінде алдық. Себебі ол бала ашқаннан кейін ол бірінші не істеп жатыр, қандай тапсырма жасайды, соның бәрін анықтау керек қой. Одан кейін аппақ кітап, содан кейін ары қарай кеттік. Ең бірінші нолдық срез алдық, баланы білу үшін, қай жерде деңгейін білу үшін, одан кейін енді балада ең бірінші сауалнама алынады, одан кейін оған сот талдауын жасап, кері байланыс береміз ол. Одан кейін диагностикалық карта жасап аламыз. Ал қосымша сабақтар береміз, содан кейін тапсырмалар, ғылыми жобалар, оқушылардың қай тақырыпта қиналғанын тоқталамыз, соған қайтадан ораламыз. Содан кейін ата-аналармен жұмыс байланысын орнатамыз, содан кейін психологиялық жағынан, психолог жағынан көмек, яғни балаға. Сол кезде баланың белсенділігі артуы және қорыта келгенде нәтижесінде бұл жерде сапаның өсуін көруге болады. Баланың қызығушылығының оянғанын бақылауға көруге болады. Және баланың сабаққа деген белсенділігінің артқанын көруге болады. Және балада сенімділік пайда болады. Рахмет. Бірінші топтың олқылықтарды анықтау. Келісесіздер ме екінші? Бұл сіздердің өздеріңізге қолданып жүрген әдіс. Келесі олқылықтарды жою. Құрметті әріптестер, бізге берілген тапсырма олқылықтарды жою қадамдары болатын. Яғни мұғалімге 45 минут берілгеннен мұғалім ол міндетті түрде сағат тілінен уақытты дұрыс пайдалану керек. Соны біз сағат тіліне салып алдық. Ең бірінші олқылықтарды жоюдың қадамдарына бірінші нақты мақсат қой. Яғни сабаққа дұрыс нақты мақсат қоя білу керек. Ары қарата жеке жоспарды дамыту, ол жерде жеке тапсырмалар және қосымша сабақтар қосып өту керек. Үшінші ол қадам дұрыс сабақ барысында дұрыс әдіс тәсілдерді қолдану керек. Яғни оқу мақсатына қарата әдіс тәсілдерді тиімді пайдалана алу керек. Ары қарата қосымша ресурстарды міндетті түрде пайдалану керек. Ол жерде онлайн платформалар кіреді, видеороликтер, бейне көрсетілімдер қосымша алуға болады. Келесі ол үздіксіз бақылау дегеніміз, ол апталық мысалы ретінде күзгі каникул, көктемгі каникул, соның барлығында қосымша жұмыстар атқаруға болады. Қосымша жұмыстар атқарып, бағаның білім деңгейін білу үшін қосымша тест жұмыстары арқылы диагностика жасап жұмыс жасауға. Одан кейін әр сабақта міндетті түрде балаға кері байланыс беріп отыру керек, жетістіктеріне мадақтап ары қарата егер де қателіктер болса дер кезінде түзетіп, оны түзету жолдарымен таныстырып отыру керек баланы. Келесісі ол бізде бағалау мысалы күнделікті бір жылы алған жағдайда сосын күнделікті, сол жерде бала өзінің білім сапасын көріп отыра алады. Ары қарата осының барлығын іске асыратын болса, олқылықтар түгелдей жойылады деген сенімдеміз біз. Келісесіздер ме? Яғни біз сосын сағат тіліне салдық. Өте жақсы. Ол біздің өзіміздің мектебімізде атқарып жатқан жұмыстар, сондықтан сіздерге бұл қиындық тудырған жоқ деп ойлаймын. Және өзімде кішкене қоса кететін болсам, олқылықтарды жою жолдары бірінші қолдау және кеңес беру. Бұл жерде оқу іс-әрекеті барысында тұрақты қолдау көрсету, оқушыны ынталандыру, табысты жағдаяттарды көрсету. Ал мониторинг пен кері байланыс беру, жүйелі сауалнама, тапсырмаларды тексеру, өзін-өзі бағалауда белсенділікті арттыру. Қосымша сабақтар, мен жаңа өздеріңіз айтқандай, өзара көмек, бұл қосымша сабақтарды, топтық консультацияларды және өзара көмек беруді ұйымдастыру болып жатады екен. Ең маңыздысы ата-аналармен жұмыс. Білім алушыға қолдау көрсету бойынша ата-аналармен тығыз байланыс орнату. Ал енді цифрлы платформаларға келетін болсақ, бұл жерде қашықтықтан оқыту жүйесін, виртуалды зертханаларды, жетекші мұғалімдердің сабақтарын пайдалану. Тамаша, сіздердің жаңағы айтқан пікірлеріңізбен келісемін. Келесі кезекте енді олқылықтар бойынша мониторинг жүргізу барысында, құрметті әріптестер, бізде ең бірінші диагностика, жаңа өздеріңіз диагностика не үшін жасаймыз? Бұл артта қалу себептерін анықтау, білім деңгейі мен олқылықтарды бағалау үшін. Екінші кезең жоспарлау, оқушы қажеттіліктерін зерделеу және оқыту жоспары мен тапсырма
басқармаларды құру. Үшінші кезең жүйелі кері байланысты өзін өзі бағалауды құрдастар қолдауын ұйымдастыру. Төртінші кезең прогрессті бақылау, жоспар түзету, нәтижелерді өлшеу. Міне осы кезеңдер ретімен жүйелі түрде жүретін болса, біздің білім сапасындағы олқылықтарды жүйелі түрде жүргізетін болса, білім сапасының артуына үлкен көмегін тигізеді. Мұның біз дәлелін өзіміз жыл басынан бастап осы жұмыс атқарудан көріп келе жатырмыз. Келесі кезекте